Aydan қатты жаңбырмен жабып қалған. Бүгін таңертең мен жүріп тастадым, бірақ үлкен жолға шықты. 10 шақырымда көпірден өттім. Енді мінекей күн жаңбырлы болады деп, соған байланысты киімдерімді өзгерттім. Аяғымда мынандай басым бар. Так, үстімде мынандай. Ал енді міне осы. Енді ала қарай қимылдаймыз. Так, жолымыз болсын. 25 шақырым қалды Қызыл көпірге. 1 сағат үстінде жүріп барам дейсің. 1 сағат 8. Мынау Әзербайжандамыз әлі. Так, мынау қой дегенді шығарып отыр ма? Ар жағындағы бейіттер әнесі. Ескі тарихи ескерткіштер. Так, мына жағында мынау башня. Енді Қаппаздың кез келген ауылына осындай башнялар бар. Ауа райы осылай. Видеоға түсіріп тұрмын ғой. Ассаламу алейкум. Сау бол. Қара төбелмен келатыр. Ассаламу алейкум. Мен Туз, Әзербайжан шекарасынан өтіп тұрмын. 500 шақырым үстінде жүріп, Баку қаласынан Қызыл көпір деген жердегі Грузия шекарасына жетіп тұрмын. Осы менің сапарымды ұйымдастыруға көмектескен барлық маңғыстаулықтарға рахметімді айтамын. Қоғамдық кеңес, әкімдік, облыс, қала әкімдері бәрі қолдау білдіріп, маған жолыма көмек беріп, әсіресе біздің консулдық қызметін бастаған жігіттер Әзербайжанның Маңғыстаудағы консулдығы. Міне осылар мені осы жерден алақанына салып, осы жерге жеткізіп десем болады. Себебі мені мынау Бакудан жас велосипедистер шығарып салып қаланың ішінде. Одан ары қарай мына велофедерацияның жігіттері Таир бар, басшысы бар, Элнора ханым. Көп рахмет халыққа. Мені әдемілеп күтіп, әдемілеп шығарып салып. Мен міне президент Қайта қала алдында шетінен кірдім. 4-5 шақырым. Жағым міне осылай. Ғимаратта бұрынғы Союздың кезінде хит ғимарат. Архитекторларға үлгі болған, алай журналдарға шыққан архитектор естір деген журналға шыққан. Екінші жағында Кура. Ona koltuktan müzakere edildi. Новая здание. Архитектурный шедевр Союза. Көп машина. Ана суларға қарағанда енді қажет бар сияқты. Англияның су тұрған жерде, Грузияның су тұр. Ондық ма? Жол іргесінен өзіме велосипед тауып алдым. Әрақаттанып келе жатырмын. Мына өзен.
Kura. Özden barmaydı. Kura özden çıkardı. Birdemeler оқып жүріп қой, бірдемелер еске түседі осында. Адам жиыны ашылады екен. Төбені изгілегенде Кура есімізге түсіп жатыр. Мына жағымыз тау. Мына үш көлік жатыр.